Неге Дарайя? Бұл ойланатын мәселе. Дамасктан 8 километр. 5 жыл соғыс. Осы күнге дейін Асад және Россия Дарайяны жеңе алмады. 4 жылдың ішінде 7500 жойқын бомбалар мен 100 000 әртүрлі снарядтардың соққысының астында. Түгел қоршалған қалада адамдар қойдай қырылуда. Көпшілігі әйелдер мен сәбилер. Біз жәрдемге мұқтаж емеспіз. Бізге тамақ, дәрімен бірге ішу үшін ғана қажет. Бір кездері жүзімдерімен аты шыққан қала қазір қанға толды. Өкімет терроршыларды құртамыз деген желеумен қарапайым халықты қанға тұншықтырды. Дарайядан қалған қалдық қираған үйлердегі бала-шаға. Қолына қару көтере алғанның бәрі Жейшхур бостандық армиясына қосылды. Оның ішінде белгілісі Лиуа Шухада Ислам. Бар болған қаруы автоматтар мен РПГ. Ол да өте аз. Асад пен Россия қолындағы бар техника қуатымен осы кіші ғана жерді ала алмады. Дарайяға жәрдем беріңдер. Бұл үндеу. Дарайя халқы адамзатқа сәлем жолдайды. 4 жыл бұрын Асад үкіметі Дарайяға жәрдем тамақты кіргізбей қойды. 480 машина тамақ 8300 адамға арналып еді. Бұл қорғаусыз бейшараларды мына жауыздардан араша алып қалатындар бар ма? Бұл ашынған Сирия халқының үндеуі.